Азат ханым отыр алдында. Мен тұрыпты қара, мен тұрыпты. Бүгін мешітке кетіп барады, мешітке. Достар, лайк басып, комментарий жазып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар. Ал біз ары қарай кеттік. Қалған қалаумен мешітке келе жатармыз. Алла тағаланың қалауымен Алматыдағы достар Алланың үйіне келіп құлшылық жасап тілек ету нәсіп етіп жатыр. Қайырлы күн, құрметті достар, бауырлар, жалпы қазақ елі. Міне бір Алланың қалауымен сонау Алматы қаласынан Астана қаласындағы керемет үлкен еліміздегі және Орта Азиядағы үлкен бір керемет мешітке қадам басқалы тұрмыз. Алланың үйіне баршамыз қош келдік, құрметті жігіттер. Барлық ниет тілектеріміз, дұғаларымыз қабыл болсын. Алла қаласа, осындай жақсы күндерде, сауапты күндерде бас қосып, бірге бір қазақтың баласындай мұсылманға тән, Алла қаласа, үлкен сауапты амалдарды жасауды Алла нәсіп етсін. Қабыл болсын. Астана қаласының республикалық мешіті деп аталады екен осы. Жаңа садақа берген кезде көрдік. Енді осыны арнайы сіздерге ниет етіп алып отырмыз. Үйлеріңізде құт береке ырыс кетпесін. Секе мынау өзіңіздің отбасыңызға, холодильникке, башке мынау сізге, сіздерге. Міне өзіңізге. Арнайы осы барлықтарыңыз ішсін деп зәм-зәм суынан алдық.